Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен саңырауқұлақ пен тауық етін қаймақты соуста дайындайтын боламыз. Менің жолдасыма өте қатты ұнады. Аузына салғаннан-ақ ресторанның тамағындай дәмді болыпты деп мақтады. Олай болса, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерде де өте дәмді шығатынына сенімдімін. Ең бірінші тауықтың кеуде етін осылай сүйегінен ажыратып алдым. Сіздерде егер тауықтың кеуде еті болмаса, кез келген түрлерін қолдансаңыздар да болады. Тек осы тауықтың кеуде етінде еті көптеу болғандықтан мен үнемі осы кеуде етін сатып аламын. Етімізді сүйектерінен ажыратып алдық. Енді осылай орташа бөліктерге бөліп барлығын турап шығамыз. Етімізді турап болдық. Енді оны бір ыдысқа салып бөлек қоя тұрамыз. Енді біз саңырауқұлағымызды тазалауға кірісеміз. Саңырауқұлақтың осылай сыртын барлығын түгелдей ашып, тазартып аламыз. Саңырауқұлақты жақсылап жуғаннан кейін міндетті түрде қағаз салфеткамен немесе кез келген матамен жақсылап құрғатып сүртіп алғандарыңыз дұрыс. Саңырауқұлақ неғұрлым құрғақ болса, сол ғұрлым әдемі жақсы қуырылатын болады. Барлығын тазартып алғаннан кейін осылай ұзынша бөліктерге бөліп турап аламыз. Саңырауқұлақтың менде шампиньон деген түрі. Мен ешқашанда саңырауқұлақты дәл осы соуста жақсы көріп жегендей жеймін деп ойламаппын. Себебі мен саңырауқұлақтарды мүлдем ұнатпайтын едім. Дәл осы соуста дайындап жегеннен бері мен үнемі осы соуспен осылай дайындап жеген саңырауқұлақты өте қатты ұнататын болдым. Сол себепті сіздерге де кеңес беремін. Егер кімде-кім саңырауқұлақты ұнатпайтын болса, дәл осы әдіспен жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды. Енді пиязымызды турауға кірісеміз. Пиязды дәл осы видеода көрсеткендей өте майда етіп турағандарыңыз жақсы.
Міне пиязымыз бен саңырауқұлағымызды турап дайындап қойдық. Енді табамызды отқа жақсылап қыздырып, аздап сары майдан салдым, және де үстіне аздап күнбағыс майын құятын боламын. Дәл осылай майды жақсылап қыздырып алып, оның үстіне тауық етін саламыз, және де дәміне қарай өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен бір ас қасық тұз, және де осы тауық етіне арналған дәмдеуішті қосатын боламын, және де аздап паприка себемін, әдемі қызыл түсті беру үшін. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін біз тауық етін бөлек ыдысқа салып қоятын боламыз. Және де осы табада жаңағы қуырылған майымыздан аздап қалуы қажет. Егер түбінде май аз болса, тағы да күнбағыс майынан немесе сары майдан салсаңыздар болады. Себебі біз қазір пиязымыз бен саңырауқұлағымызды қуырған кезде май өте аз болмауы қажет. Пиязымызды осылай қуырып алып, жаңағы табамыздың бетін жауып, тағы да біраз бұқтыратын боламыз. Өзінің сөлі шығып, әдемі болып қуырылуы қажет. Міне біздің пиязымыз әдем болып қуырылды. Енді үстіне саңырауқұлағымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, қақпағын жауып, тағы да 15-20 минуттай бұқтыратын боламыз. Міне жақсылап бұқтырып алдық. Енді үстіне жаңағы бөлек ыдыстағы тауық етін салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тағамның иісін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол себепті өздеріңіз міндетті түрде дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Одан кейін үстіне 10% сливки құямыз. Негізі сливки құю міндетті емес. Сливкидің орнына аздап қана су құйсаңыздар да болады, бірақ сливкимен әрине өте дәмді шығады. Содан соң үстіне мен 20% сметана салдым. Сметананың да қанша пайыздық екені маңызды емес. 20-25% немесе 15% та сала берсеңіздер болады. Және де осылай қатты қою болып тұрғандықтан үстіне аздап қана су құямыз. Суды құйғаннан кейін 15-20 минуттай қайнатып, жай отта пісіретін боламыз. Міне біздің қаймақты соусымыз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша гарнирге кез келген макарон, спагетти, немесе картофельный пюре жасап ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Мен видеоның басында айтқанымдай түрлі түсті макарондарды пісіріп, соның үстіне соусымды салып ұсындым. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыздар.